Мына жерде автобуста кімге орын беретін дедіңіз? Аяғы ауыр кісіге. Не үшін? Енді ол кісі болашақ баланың анасы ғой. Мүгедек адамға ғой. Не үшін? Өйткені қалғандардың бәрі тұра алады ғой. Ана кісі жастарға орын беретін шығар, не деген мен өмір аз қалды. Баласы бар кішке. Не себепті? Енді баламен оңай емес қой. Ну, аяғы сынған кісіге беремін. Неге? Енді денсаулығы не позволяет сол үшін. Қарт кісіге немесе беременный адамға. Не себепті? Қарт кісі белі ауырады. Ну уже возраст келген адамға беременный тоже белі ауырады. Бала көтеру оңай емес. ауыр Үшінші суреттегі ма? Міне отыр ғой. Беременный, короче. Аха. Мен үшінші суреттегіне берші. Өйткені ол кісі әрең тұрады, пожилой. Не себепті? Білмеймін. Мынау инвалид қой. Аяғы жоқ қой. Бір аяғы жоқ сынып жатыр екен ол. Қалғандарына да қиын ғой, міне аяғы ауыр, бір баласы бар, міне қарт адам. Неге орын таңдамайсың? Олар сау ғой енді. Ал сіз кімге орын беретін едіңіз? Комментарийге жаза кетіңіз, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.